Ақтөбедегі ферроқорытпа зауытының жаңа 4-ші цехы қуатын арттырды. Қазхром трансұлттық компаниясына қарайтын өндіріс осыдан 2 жыл бұрын іске қосылған еді. Содан бері еліміздің экспорттық әлеуетін еселеуге сеп болды. Жоба мемлекеттік индустриалдық инновациялық даму бағдарламасының 2015-2019 жылдарына арналған екінші кезеңіне енгізілген. Ақтөбе ферроқорытпа зауытының әлемде теңдесі жоқ мына 4-ші цехында бүгінгі таңда 3-5 жұмыс жасап тұр. Ал 4-шісі қыздырылу дайындық үстінде. Жыл басынан бері осы 3-5-те дәл мынадай 70 тоннадан астам өнім өндірілді. Жаңа зауыттың өндірістік технологиясы мен инновациясы жағынан әлемде баламасы жоқ. Өндірісті басқарудың жаңа автоматты жүйесі енгізілген. Ең бастысы, мұнда еңбек қауіпсіздігін сақтаудың заманауи тәсілдері қолданылады. Жұмыс бұрынға қарағанда едәуір жеңіл дейді мамандар. Әр пештің қуаттылығы 72 мегаватт. Яғни бұл инновациялық жобаның әдеттегі технологиядан айырмашылығы, айнымалы ток пештерінде өндіріске қолданылатын шикізат материалы міндетті түрде алдын ала дайындық операцияларын өтеді. Ал жаңа технология бойынша шикізат кесектеп дайындауды қажет етпейді. Бұл еңбек өнімділігін арттыруға көмек. Тағы бір маңыздысы, жергілікті материалдарды қолданудың үлесі артты. Бұл жобаның құны 843 миллион ақш доллары. Оның 40%-дан астамын Бәйтерек холдингінің еншілес ұйымы Қазақстанның даму банкі қаржыландырған. Жаңа цехты іске қосқалы отандық үлес 100% болды. Коксты Ресей мен Қытайдан алатын едік. Енді жаңа өндіріс ашылғалы шикізатты Қарағандыдағы Шұбаркөл көмір бассейнінен алып отырмыз. Жаңа зауыттың жобалық қуаты жылына 440 мың тонна жоғары көміртекті феррохром өндіруге жетеді. Ашылған жұмыс орындарының саны 200-ден асады. Зауыт өнімі бүгінде Батыс Еуропа, Америка Құрама Штаттары және Қытай елдеріне экспорт ұлғайтуға мүмкіндік беріп отыр. Нұргүл Қонақбаева, Айнадин Молдабеков, Айбек Дәуітов, қорытынды жаңалықтар Ақтөбеден.